Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге фарштан үйде кәдімгідей духовкада шашлық жасайтын боламыз. Мен сол рецептпен сіздермен бөлісейін деп. Ал ендеше бір 800 граммдай фарш аламыз. Оған мінекей 1-2 чесногымыз бар, бір үлкен жуамыз бар, бұршымыз бар, тұз, жұмыртқа және те нан мынандай. Нанды мен суға езіп қойдым, уақыт алмайын деп. Осының бәрін мінекей осыған салып қазір араластырамыз. Міндетті түрде уақыт болған дұрыс. Мен чеснокты жуаны мен мындай неден өткіземін, теркадан өткізім келіп тұр. Өте уақыт болу үшін сіздерде өткізетін блендерларыңыз болса, содан өткізуге болады. Мен енді өткенде Айназ бір өлең айтқан болатын тұғын. Енді Айназға айтып жатырмын, менің нелерім, көрермендерім, менің подписчиктарым өткенде бір айтып еді. Айназ Манмангерді айтсын деп, сол мен мынаны нетіп араластырып жасағанша фаршымызды Айназ бір ауыз өлең айтып бересің, пожалуйста. Ал мінекей енді Айназдың дауысын қазір естисіздер. Өткенде бір Айназды бір конкурсқа апарған кезінде бір апай мені танып, бір кісі, ой, өте тамаша кісі екен, сол кісіге сәлем айтамын. Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Мені көріп отырсаңыз, өткенде айтып жатыр, жазып өтем сізге, тамақтарыңызды сіздің қарап өтем, ылғи сіздің рецептіңізден пісіремін деп. Рахмет сізге. Ал енді Айназ, кәне, мен подписчиктарыма бір ауыз, бір куплетімен бір несін айтты, бір шумақ, кәнекей. Ал кеттік, мен сөйлемеймін. Мамангер кекілін келді, жалын майда байлаған сені салап қалқатайда жүресің жер маядай жануарым көрейін қызығанды осындайда балан едім өзіне осынау әнді ала келдім. Ой, рахмет, молодец, үлкенің өссін. Бүгін міне ауылда шаған концерт болып, соған өлең айтып, апам шаршап, кішкене тамақ ауырып. Бірақ сіздер үшін енді өтінгесін. Екі өлең айттым. Екі өлең айтты, иә, молодец. Манмангерді айтты, сосын Ана туралы баладан айтты. Бір кездері соны айтып береміз, оны да сұраймыз Айназдан. Мен жуаның бәрін өткізген жоқпын, чесноктарды өткіздім. Жуаның жартысын ғана өткізіп, енді осыған жаңа суға мен езіп қойдым алдын ала, уақыт алмайын деп. Сол нанымызды, үйде осылай қалған нандарыңыз болса, тастамаңыздар. Осылай мен котлетке алып қалам да, осылай котлет жасаған кезде салып жіберем. Сулы болса, кішкене суын сығып жүрек. Енді мен жаңа ғана піскен нан емес, сондықтан да суға езіп қойдым. Өткізетін блендер бірдемелеріңіз болса, содан да жуаны, чеснок бәрін өткізуге болады. Мен енді өкінішке орай сынып қалып тұр. Енді бір шай қасықпен менің фаршымды ұзалмаған, сондықтан да мен бір шай қасық тұз салып жатырмын. Дәміне қараңыздар, үйдікі ұзалған ет болса. Сосын бұрыш салдым, қасықтың 3-тен 1 бөлігімен. Енді бір жұмыртқамыз бар, мінекей, бисмилля. Енді осының бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей фаршымыз дайын болды. Мен азғантай тағы да тұз салдым. Біздің үйдегілер тұздың кішкене татымды болғанын қалайды. Енді мен сіздерге қалай жасау керек, бірінші несін көрсетейін, жолын. Қолымызды кішкене сулап алайық, жабыспасын десе. Егер де сұйықмай болса, сұйықмаймен де жасауға. Мен бірінші бүйтіп алып, кішкентай шариктер жасап шығамын. Осы жетіп қалады шығар. Өйтіп шариктер жасап,
Мына шпажка, мен де шпажкаға түйрейін деп жатырмын. Кішкентай қылып істесеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Осыған өстіп, осыны жақсылап, кішкене жұқалап, ұзартып сөйтіңіздер. Қазір біреуін көрсетейін, сосын қалғанын өзім жасай беремін. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Міне, осылай жасап қоямыз. Міне, мынадай дөңгелек жасап қойдық. Неге деңіздер, өйткені шпажкаға түйреген кезде размерлері енді үлкен кішкентай болып кетпесін, бірыңғай болсын деп, осылай дөңгелетіп аламын, бірдей шарик жасап. Сосын қалған немізді, жаңағы фаршымызды енді көптеу болып кетпесін деп, мен осыдан қазір котлет жасап морозильникке қатыратын боламын. Мінекей жаңағыдай фарштан мынаншама шықты. Сосын қалғаннан манағы жуан қосып мынандай котлет жасай салдым. Міне осылай мінекей духовкада 200 градуста 25-30 минуттай пісіресіздер. Ал енді духовкамызға саламыз. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге маман жасаған мындай фарштан кебабының дәмін көретін боламыз. Ал енді мен біреуін алып көрейін. Мен картоптың дәмін көрдім, өйткені мен мана көріп тастағам уже картоптың алынан дегустациясын алдында да жеп жүрдік. Бірақтында сіздердің көздеріңізше қазір мен дәмін татып көретін боламын тағы да. Ал кеттік. Дәмі өте күшті прям. Не сияқты. Жазғы вайб прям күшті. Жасап көріңіздер. Мама бүйтіп салаттар жасап, бауырсақ не пісіріп өзінше қойды. Жасап көріңіздер, лайк басыңыздар, сау болыңыздар. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі сіздермен бірге пісірген фарштан жасалған кебаб дейін ба, шашлык дейін ба дайын болды. Өте жақсы шықты. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше, хош, сау болыңыздар.